from the shacks and Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сендермен бірге мен Кризман арнасы достар. Бүгін біздерде мұтауынетін болымыз достар. Бүгін біздерде деген жаңадан сервер бұл, жаңадан сервер ойнай бересің ба деп жазып жатсыңдар енді. Енді бұл деген менің досымның сервері, яғни бауырымның сервері. Аты деген Рамазан Қайсарбек деген бір, тағы қасында негізі көмекшісі біздің Рамазан деген бауырым, осы сервердің көмекшісі. Көмекшісі дегенде екінші создатель ғой достар. Мен осы серверге видео түсіріп берейін деп жатырмын достар. Короче, неға сендер осы серверге кіріңдер достар. Мен сендерге осы серверге кірулеріңді ұсынамын. Өйткені бұл сервердегі өте керемет сервер. Мынандай автошколалар бар міне достар. Осы жерден автошкола анамнау право алып солай істесеңдер болады. Және мына жақта ЖД вокзал достар, міне құрылыс дейді. Мына жерде деген ондай не шығып тұрады, баннер, яғни сурет анамалар шығып тұрады. И сосын мына жерде короче сендерге осы сервер бүгін таныстыратын боламын. Таныстырамыз деген бәрі жерін таныстырмайын достар. Тек осы қаланы таныстырып кетемін. Осы қаланы, осы біз тұрған қаланы таныстыратын боламын. Бүгін біздің персонажымыз достар, ол деген қазір көрсетемін. Вот достар, біздің персонаж деген Ерке Есмахан достар. Мына Ерке Есмахан. Қалай ұқсай ма жігіттер, бағалап жүріңдер. Мына очкиге қаласыңыз. Мына жігіт душ жасалмаған достар, мына ары өткен тұру. Ана сарын маркерларын. Очки жағы душ жасалмаған екен. Енді достар, біздің персонажымыз осы болады. Яғни бұл деген Ерке Есмахан. Ал енді достар, бастық біздің видеомызды. Енді бұл серверде мен деген вип болып жүрмін уақытша. Бізде қазір ештен машина бар, мынандай Ерке Есмаханның машинасы ана достар. Жаттауыңды жолда көрсең тырысып кетсеңдер десеңді ойнайды. Мен мұтан дауысын жасайын. Атау мене деген қазір қатты шығып достар. Енді біздер деген бұл қалада ең атақты жұмыстар деп айтамыз ғой. Енді Қазақстанның бойынша атақты жұмыстар деген ол жұмыс коробка жұмысы, яғни сервердің осы Қазақстандағы серверлердің 80% осы жұмысты серверлеріне қосқан достар. Міне жақ қойды ана Discord деген тиқылдап жатыр. Кешіріңіздер енді оған. Мына жерде біреудің Lamborghini жатыр ғой. Ема. Егер осына Lamborghiniге түйнексе десеңдер, неге жазып кетіңдер. Комментарияға жазып кетіңдер. Көреген бағасын бұл жұмысты әрі вагонға кіріп қорапты бұл керек. Бір қораптың бағасы 85 мың теңге бастау. Енді бұл деген бұл серверде скиндер деген достар, жанды скиндер бар ғой бұл серверде. Менде үй жоқ достар. Келесі бөлімдерде машина алып, үй алып, солай сөйтетін боламыз. Бірінші үй алып, сөйтетін боламыз. Енді бұл машинаны мен түйнек істеп қойдым, ары бері жүру үшін. Сондықтан да бұл көлікті санамаймыз. Мына картада да бәрі жазылып тұр екен. Мент дейді, короче, менттерді андай, мент дегенде штраф төлейтін жер ғой достар. Автосалон, қазір автосалон бәрін көрсететін боламын. Қорап болу деген көрсеттік. Мына жерде права баны көрсетіп кеттім сендерге. Мына жерде права машинасы өте керемет достар. Бір серверде жай жүреді ғой машиналар. Права машинасы жай жүреді. Бұл серверде деген өте қатты жүреді достар. Серверге кіріп айта көрінді өте керемет сервер. Бұл серверде қазір деген активность деген жынды достар. Тез байып кетпейсіздер, минимальный еді болады бұлай. Тез байып кетпейсіңдер достар. Тез байып кетсеңдер қызық емес болады ғой. Сондықтан да осы серверге кіріңдер достар. Осы Ерзаттың атынан келдім десеңдер болды достар. Мен сіздерді күтіп алып сөйтетін боламын. И сосын сендер серверге кіргеннен кейін ақша жоқ болады, тым ақша жоқ болады. Сол кезде сендер бонус деп жазасыздар. Осылай жазсаңдар, мен уже ақ қойғам, вы уже забрали свой старый набор дейді.
мына анау чатты көрсөздөр го 003 деген, эгерде ноутчок болсоң чатка м бонус деп алдына сызыкча коюп бонус деп жазып 5 миллион берет дейтин, 5 миллион берет деген. Мен алып койгом, мен уже аны көрсөтө алмай калдым. Убакыт штрафка түшүп калдык го. Канча мен 96 мен келип штрафка түшүп калдык достор. Мыналар админдер достор, абайлаңыздар. Енді бұл серверде правила деген кәдімгідей орыстардың серверіндей. Бізде ноунайм деген бір админ бар осы серверде. Осы сервердің бәріне қарап жүреді. Егерде біреуді боқтасаңыздар, соғып кетсеңіздер, тағы басқа сервисі боқтап сөйтіп стрессіне жүрсеңіздер, сіздерде мутқа тығады, или кейге кетеді, или банға тығады достар. 5 минутқа, 10-20 саатқа сондай банға тығады. Так что осы серверге кіріңдер. Өте керемет сервер ғой достар. Мен өзім таң қалдым бұлдай сервер көргеніме ше. Так что осы серверге кіріңдер. Мына жерде бізде Toyota салон ба? Я сондай салон сияқты. Жаңа қақпа қойық. Мына ходтарыңыз өте керемет жасалған. Бұл серверде машинаның бәрі бір салонда қатпаш үшін істеп қойған достар. Сіздер үшін оны жай просто сала салған жоқ бір жерге. Сіздер қатпасын деп болса бір жерге салып қойған достар. Мен ана жақта Mercedes барлық көліктер бар. Бәрін көрсетпей қойын, енді өздеріңіз кіріп көріңіздер. Мына мында полиция машинасы бар, Range Rover бар. Жақында осы көліктерге, тюнингселетін көліктерге обзор істеймін. Bugatti Chiron 99, Bugatti Divo деген 99 миллион. Анау кәдімгі Bugatti Chiron 90 миллион достар. Bugatti Divo деген ең қымбат көлік болып саналып тұр. Мына жерде біз машинамызды алсайық. Мен кім қолдап қойды мен машинамыз. Және бұл қазір мен сіздерге менттерді көрсетіп кетейін. Мент дегенде полицияларға штраф төлейміз өз жерден. Штраф төлемесеңіздер номер анамыналар қоя алмай қаласыздар. Сол үшін штрафтарыңды төлеп жүріңдер достар. Немесе осы жерге келесіздерде, мына жерге келіп штраф төлейсіздер. Мені 50 рубль дейді, 50 рубль қазақша аударған жоқ. Білмеймін, бір ақша болады дейді. Рубль айыра алмаймын достар қазақшамен. Кеттік енді. Бұл енді қазір мына төбені қараңыздар. Ема есеп саған. Негізі мынандай жоқ еді ғой достар да. Сервердің өздері істеп қойған жақты қараңыздар, өте керемет. И сосын қараңдар, сосын радарда бар ғой, кішкентай худ бар ғой, худ деп ма, кішкентай карта тұрған мына. Сол жақта пәс сияқта тұр ғой. Сол жерде адамдарды көрсеңдер, сендерде қап-қара точка болып тұрады достар. Өте керемет жасалған сервер. И сосын мына жерден біздің F1 жерден шығарып бірінші мапет алсаңдар болады. F2 осындай барлық нәрсе ашылады. F3 осындай, F4 личное сообщение, F5 дым жоқ, F6-дан мындай худ анамаларды кетіріп тастайды. Білінжесінер не екен. F7 деген ақша аудару, бізде ақша аударсаңдар болады. F8, F9 деген бұл сервердің несі ғой, ережесі сияқты. F1-ді бассаң андай болады, мынандай болады деген сияқты. Сондай. Енді қазір мен сендерге мына қаланың бәрін көрсетпей қойын, келесі видеоларда көрсетіп шығамын ба білмеймін. Көреміз. Серверге кіріп өздерің көріңдер достар, өте керемет серверлердің бірі деп айтуға болады. Мына бас жақта базар, такси, жаңа қала, мына төмен қалада номер тонер қоятын жер, казино ойнамай қойыңдар, сендерге бір үлкен бір бак бар, сол жерде қазір алып тастаған жер ол казиноны. Короче, казиноны ойнасаңдар, сендер машина ұтып аласыңдар ғой. Машина ұтып алған кезінде сендерде мынандай F3 деген ештеңе жоқ болып кетеді, машина бәрі кетіп қалады, ақшаларыңыз тұрады, бірақ машина сол үйлеріңіз кетіп қалады достар. Так что оны алып тастаған жер, білмеймін, енді ойнамаңдар, енді ешқандай серверде ойнамаңдар. Ойнауға болады, бірақ басқа бір серверлерде, орыстардың серверлерінде ойнаңдар достар. Бекерге өздерінің аккаунттарыңды кетіріп аласыңдар. Ойбай, мына жерде мен істершіне кетіп қалдым. Админ жазбаса болды ма? Серверде ноунейм деген жоқ. Ол деген негін ауыстырып алып та жүруі мүмкін. Достар қараңыздар, 007 деген 61 сағат ойнапты. Сол шығар, білмеймін, мына достар келді. Ема. Не істеп ма? Қойып, істеп жүр ма? Қалай өтір болды, басыламай, басылмайды.
минус плюспен көтеріледі ғой. Магазин деген осы жерде F11 картада жазылып тұр ма білмеймін, жазылып тұрған жоқ сияқты. Короче, анандай F11 басқан кезінде иконкаларға барсаңдар болды ғой. Шыносындар үйлер бар, жаңа қала деген жақтарда үйлер бар. Жақында енді осы келесі видеоларда сатып отырмыз үйлерді, машиналарды осы Ерке Есмаханмен. Мен қалай айтатыным. Сіздерге көрсетіп кетейін, енді мен скин алмаймын, өзім Ерке Есмаханның скин ұнап қалды. Міне, сіздерге мынау аз деп тұрсыңдар ғой, да? 15 скин аз деп тұрсаңдар, мен осы каталистей бар ғой. Содағы скиндер бар тұрсам, мен каталистейді мынау да мен ойын салмайған. Достар, мынау да сол каталистика. Мынау да бизнес деген алдында жазу бар екен. Және мынау да бір скин өте керемет скин бар. Мына достар бизнес па бірдеңе жазған алдым. Сосын мынау 11-ші скин. Осындай скиндер өте керемет. Мынау 10-ші скин. 50 мың теңге тұрады екен. Скиннің барлығы келіп алсаңдар болады. Қора жұмысы бір маркеріне барасыңдар болды ғой. 50 мың теңге шығарып тұрсыңдар ғой. Так что сіздерді ойнаңдар достар. Давайте. Енді достар, енді осымен видеоны аяқтайық. Сендерге видео қысқа болып қалса кешірім сұраймын. Енді бұл біздің алғашқы таныстыруымыз ғой. Келесі бөлімде түсіретін боламыз. Короче достар, балдар Аликон дегендермен солармен бірге ойнайтын балам. Аликон осы жерде ойнайтын шығар, білмеймін, енді көреміз, айтып көреміз, бірге видео түсірейік деп. Ал енді достар, осымен видеоны аяқтайық. Сендермен болған мен Crazyman арнасы. Достар, осы жерге кіріңдер, енді сендерді өзім күтіп алам ба білмеймін. Мен сіздерді отқан болсам, сендер ерзат деп жазсаңдар, мен өзім келедім. Оған достар, давайте.